Айдана орындықта түзу отырды, қолдары тізесінде жатты. Саусақтар алақанына қатты батқандықтан ол ауырсынуды сезді. Қарап еді, жұдырықтарын ашқанда тырнақтарының ізі қалған екен. Сосын әйел үстел басында отырған дәрігерге қайта қарады. Түсініксіз. Дәрігер бірдеңе айтып тұрған сияқты еді, бірақ Айдана оның даусын естімеді. Врачтың үкімі оны бір сәтке есту қабілетінен айырғандай болды. Қорқынышты диагноз расталды. Енді Айдананың үміті үзілді. Мені түсініңіз, ақыры дәрігердің дауысы естілді. Бірде бір хирург сізге ота жасамайды. Қатер тым жоғары. Ісікті миға зиян келтірмей алып тастау мүмкін емес. Егер аз ғана бөлігі зақымданса, сіз мүгедек болып қалуыңыз мүмкін, дәрігер түсіндіруге тырысты, бірақ Айдана оны тыңдаған жоқ. Мен онсыз да мүгедекпін. Жоғалтатын ештеңем жоқ деп ауыр күрсінді де көзін жұмды. Дәрігер алақанын жұдырыққа түйді. Бұл науқас оны үрейлендірді. Оның сабырлығы, өлім қаупіне немқұрайдылығы дәрігерді таңғалдырды. Ол химиотерапияны ұсынғысы келді, ол өмірін біраз уақытқа ұзарталар еді. Бірақ Айдана оны қаламады. Ол тек ота жасатқысы келді, бірақ оған ешкім тәуекел етпеді. Сіз не сұрап тұрғаныңызды түсінбейсіз. Мен көмектесе алмаймын. Сізді тек ғажайып құтқара алады. Ал біз, дәрігерлер, тек медицинаға сенеміз. Айдана көзін сығырайтып, бұрынғы бір оқиғаны есіне түсірді. Бұл өте ертеде болған еді. Бірақ ол кезде шынымен ғажайып болған. Айдана 20 жаста еді. Ол демалыс күндерін ауылдағы құрбысының үйінде өткізді. Сол күні олар қонақта болды. Желтоқсан айы. Кешке қыздар үйге басқа жолмен қайтып келе жатты. Маған көлді көрсетші деді Айдана, құрбысы келіспеді. Таңертең көрсетемін деді. Бірақ Айдана қасарысып тұрып алды. Неліктен сол сәтте оған дәл сол жерге бару қажет болды? Мүмкін бұл шынымен ғажайыптың белгісі болған шығар. Көлге келгенде олар судың астына кетіп бара жатқан баланы көрді. Айналада ешкім жоқ. Құрбысы көмекке жүгірді, ал Айдана ойланбастан мұз үстіне атылды. Ол баланы қалай шығарғанын да білмейді. Екеуі де су болды, бірақ қыз құтқарылды. 15 минуттан кейін адамдар келді. Сол уақыт бойы Айдана қызбен сөйлесті. Оның аты Ания еді, жасы 10-да. Неге ол осындай кеш уақытта көлдің маңында жалғыз жүрді? Бұл сұраққа Айдана жауап таба алмады. Ол сол ауылға қайта бармады. Кейін басқа қалаға көшіп құрбысымен байланысы үзілді. Бірақ сол оқиға оны жиі түсінде мазалайтын. Айдана кейде көз жасына булығып оянып, сол кезде мен болмағанда не болар еді деген ойдан қатты қорқатын. 20 жыл өтті. Бірақ Ания оған әлі де түсіне кіретін. Әр түс бірдей, кішкентай қыз оның басынан сипап, қарызды қайтару керек деп сыбырлайтын. Дәрігердің дауысы оны шынайы өмірге қайта келді. Сіз мені естіп тұрсыз ба? Мен сұрап тұрмын, сіз химиотерапияға келсесіз бе? Айдана басын шайқады. Маған ойлану керек. Ол сөмкесін алып, баяу дәлізбен жүре бастады. Тез жүру оған қиын болды, бас айнала бастайтын. Ол тағы есінен танып қалғысы келмеді. Өткен жолы есінен танып, қолын қатты кесіп алған еді. Үйіне жеткенде оның киімі су болды. Жүру күннен күнге қиындап барады. Уақыт жүйрік. Жақында ғана ол өзінің ауруы туралы білді, ал қазір нақты диагноз қойылды. Осы дәрігермен болған әңгіме. Үміт қалмады, Айдана ашы жымиды. Иә, оған шынымен ғажайып қажет. Бірақ ол түсінді, оны күту бос әурешілік. Өмір тоқтаусыз өтіп барады, оның отбасы да, балалары да болмады. Айдана ешқашан тұрмысқа шықпады, ешкім Айдана үшін қайғырмайды. Ол қайтыс болғанда бәрі солай болуы тиіс сияқты. Айдана ұйықтар алдында бас ауруы мен ұйқысыздыққа қарсы дәрі ішіп төсегіне жатты. Ұйықтау күн өткен сайын қиындап барады. Басындағы ауырсыну оны ақылынан адастырардай күйге жеткізді. Бірақ бұл түні Айдана тез ұйықтап кетті, оған ерекше түс көрді. Түсінде ол кезінде құтқарған кішкентай қыз Ания пайда болды. Ол сол баяғы 10 жастағы күйінде еді. Тек бұл жолы бет әлпеті тым байсалды көрінді. Ол Айдананың басынан сипап, байыпты дауыспен, енді мен сені құтқарамын. Мен өз қарызымды қайтарамын. Уайымдама, бәрі жақсы болады.
Маған сенсең болды деді де, маңдайынан сүйді, Айдана селт етіп оянды. Түс соншалықты шынайы болды, тіпті біраз уақыт оның түс екенін де түсінбеді. Толық есін жиған кезде жастыққа бетін басып, үнсіз жылай бастады. Ал енді не болады? Бірнеше күннен кейін телефоны шырылдады. Қоңырау шалған онколог дәрігер еді, дауысы қобалжулы шықты. Айдана Серікқызы, сізге жаңалығым бар. Біздің ауруханаға Германиядан дәрігер келді. Қандай ғажайыптың күшімен келгенін білмеймін, бірақ ол қазір бірнеше науқасты қарап жатыр. Ол өте мықты нейрохирург, тура сіздің жағдайыңыз сияқты аурулармен айналысады. Мен сіздің оған қаралуыңызға рұқсат алдым. Мүмкін ол сізге үміт сыйлар. Немесе бізге басқа бір жол ұсынар. Сіз келесіз бе? Айдананың жүрегі қатты соғып кетті. Мүмкін бұл белгі. Әлі де кеш емес деген белгі. Иә, әрине. Мен келемін. Келесі күні Айдана дәрігердің кабинетінде отырды. Онколог оған Германиядан келген хирург туралы айтып жатты. Бұл дәрігер орыс. Бірнеше жылдан бері Германияда ота жасап жүр, ал оған дейін Мәскеуде істеген. Жасы небәрі 30-дан асқан, бірақ өте талантты. Мұндай мамандарды Құдайдың берген дәрігері деп атайды. Ол ең үмітсіз жағдайларға да тәуекел етеді. Айдана алақаны терлеп, мазасызданып отырды. Не күтіп тұрғанын білмеді, бірақ ішкі түйсігі бүгінгі күннен кейін өмірі өзгеретінін сездірді. Белгіленген уақытта олар нейрохирургтың кабинетіне кірді. Үстел басында өте сұлу, бірақ өте байсалды әйел отырды. Жасы жас болғанымен көздерінде тереңдік, салмақтылық бар еді. Ол Айданаға мұқият қарап, сосын көзін сығырайтты, әлденені есіне түсіргісі келгендей. Бір сәттен кейін селт етті де өзін таныстырды. Менің атым Анна Борисқызы, мен сіз туралы барлығын білгім келеді. Онколог дәрігер науқастың жағдайын егжей-тегжейлі баяндап берді. Ал Айдана үнсіз ғана Анна Борисқызына қарап отырды. Мұндай жас болса да қандай тәжірибесі мол. Бұл қолдар қаншама өмірді құтқарған. Ал енді оның өз өмірі де осы дәрігердің қолында. Анна Борисқызы ұзақ уақыт тыңдады, тарихын қарап шықты, науқастың миының суреттерін мұқият зерттеді. Кейде ол Айданаға күлімсіреп қарайтын, ал Айдана жауап ретінде әлсіз жымиятын. Неге екені белгісіз, дәрігердің қарасы оған жылулық сыйлайтын. Әлде мен өз ақылы есімнен айырыла бастадым ба? Деп ойлады Айдана. Ақыры дәрігер ауру тарихын жауып, суреттерді шетке қойды да, қолдарын айқастырып, науқасқа тіке қарады. Сіз өз жағдайыңыздың өте ауыр екенін түсінесіз ғой? Айдана басын изеді. Әрине, ол мұны жақсы білетін, мен сізге сенімді түрде айта аламын. Германияда дәл сізге ұқсас бір науқасым болды. Мен оны ота жасауға алдым. Ол аман қалды. Бірақ енді жүре алмайды. Айдана үнсіз қалды. Сіздің жағдайыңыз ерекше. Мұнда тек кәсіби біліктілік жеткіліксіз. Нағыз ғажайып қажет. Айдана мысқылдай жымиып, демек, менің ұзақ өмір сүруіме талай. Өмірімде тек бір рет қана ғажайыпты көрдім. Бұл 20 жыл бұрын болған. Қазір дәл сондай нәрсе қайталанады деп ойламаймын. Анна Борисқызы онколог дәрігерді шығарып салды. Енді олар кабинетте екеу ғана қалды. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Анна Борисқызы қолындағы науқастың суреттерін парақтап, сол қолының саусақтарымен үстелді тықылдатып отырды. Кенет әлдебір ой келгендей сұрақ қойды. Ал 20 жыл бұрын не болды? Сіз қандай ғажайыпты көрдіңіз? Айдана төмен қарап, алақандарына үңілді. Мен ғажайыпты өз көзіммен көрдім. Оны тіпті сезіндім, мен сол оқиғаның куәгері болдым. Бір қыз ғана тірі қалды, өйткені нағыз ғажайып оны маған жетелеп әкелді. Бұл қыстың ең керемет ғажайыбы. Айдана үнсіз қалды. Ол қолына қарап ойға шомып отырды. Кенет бөлмеде толық тыныштық орнағанын байқады. Үстелді тықылдатқан саусақтар да тоқтады. Айдана басын көтеріп дәрігерге қарады. Анна Борисқызы бозарып кетіпті. Ол Айданаға үнсіз қарап отыр. Бөлмені бірнеше минут үнсіздік басты. Айдана бұл үнсіздіктің себебін түсіне алмады. Бірақ оны бұзуға да батылы жетпеді. Содан кейін Анна Борисқызы зорға тіл қатты. Ал сол қыз не?
Сіз оған қалай көмектестіңіз? Ол мұз астына түсіп кетіп батып кете жаздады. Менің түйсігім ешқашан олай іске қосылған емес, бірақ сол жалғыз сәтте әлдене болды. Бір күш мені сол көлге қарай тартты. Мен оны судан шығарып үлгердім, ол тірі қалды. Бірақ содан кейін оны ешқашан көрмедім. Ол аман қалды ғой, демек, бекер емес. Әлі күнге дейін үмітім бар, ол жақсы өмір сүріп жүр деп сенемін. Айдана тағы да үнсіз қалды. Ол дәрігердің мұндай қызығушылықпен сұрастырып жатқанына таңғалды. Анна Борис қызы болса, оның көзіне тіке қарап отырды. Бірде бір сөз айтпады. Бір минуттан кейін оның көзінен жас ағып кетті. Бірақ ол жастарын сүртпеді, керісінше көздері ерекше жарқырап кетті. Айдана іштей қобалжып кетті. Не болып жатыр? Сосын дәрігер сыбырлап қана, иә, ол тірі. Оның жағдайы жақсы. Ол өзін керемет сезінеді. Бөлмеде тағы да үнсіздік орнады. Айдана бірден түсінбеді. Бірақ бірнеше секундтан кейін сөздердің мағынасы санасына жетті. Ол қолымен аузын басты, көзі шарасынан шыға жаздады. Анечка, бұл сен бе? Анна Борис қызы жай ғана басын изеді. Жеңіл жымиып қойды. О, құдайым, бұл мүмкін емес. Айдана басын шайқап болған жайтқа сене алмады. Шынымен сенсің бе? Ол орнынан атып тұрып, тез арада дәрігердің алдына жетті. Тізерлеп отырып, оны құшақтап алды. Мен сізді кездестіруді армандадым. Сіз менің өмірімді сақтап қалдыңыз. Мен дәрігер болуды сіздің арқаңызда таңдадым. Сіз менің періштемсіз. Енді мен сізді құтқара аламын. Ақыры сізге алғысымды жеткізе аламын. Ол әлі де сөйлеп жатты, бірақ Айдана оны тыңдай алмады. Қатты толқып кеткені соншалық басындағы ауырсыну қайта күшейе бастады. Бәрі айналып көз алды қараңғыланды. Ол дәрігердің қолынан ұстап есін жоғалтпас үшін тырысып бақты. Бірақ шамасы жетпеді. Соңғы есінде қалғаны кішкентай қыздың басынан сипап тұрған бейнесі. Содан кейін қараңғылық басты. Айдана ауырсынуды сезінді. Бірақ бұл бұрынғыдай жан төзгісіз ауырсыну емес еді. Кәдімгі шаршағанда басың ауыратыны сияқты сезілді. Құлағына жұмсақ дыбыстар естілді. Ол көзін баяу ашты. Біреу оның қолын сипап отыр екен. Айдана көзін бұрып қарады. Қасында Анна отыр. Ол күлімдеп оның қолын қысып тұр. Көздері бақыттан жарқырайды. Сосын ол Айдананың қолынан сүйді. Айдана әлсіз дауыспен сыбырлады. Не болды? Мен өзімді жеңіл сезінемін. Бірақ басым әлі де ауырады. Анна басын шайқады. Жоқ, сізге енді химиотерапия қажет емес. Үлкен ота да қажет емес. Өйткені мен оны сізге жасап қойдым. Операция өте сәтті өтті. Бұл менің тәжірибемдегі ең үздік ота болды. Оның көзіне жас толып кетті. Сіз енді өмір сүресіз. Ешқандай асқыну болмайды. Сізді ғажайып құтқарды. Осыдан 20 жыл бұрын сіз мені құтқардыңыз. Енді тағдыр мені сізді құтқару үшін жіберді. Айдана көзіне жас алып, жылай бастады. Бұл сенуге қиын нәрсе еді. Бірақ бұл шындық. Оның өмірі өз қолдарымен кішкентай қызды құтқарған сол кішкентай періштеге тәуелді болған. Осыдан 20 жыл бұрын тағдыр оларды тоғыстырды. Енді ол қайта тоғыстырды. Айдана көз жасын сүртіп, дәрігерге күлімсіреп қарады. Енді бәрі жақсы болады.